Бүгін геолог мәдениет үйіне жиылған қауым тәуелсіздік күніне арналған концерттік бағдарламаны тамашалап, ақтөбеліктерді құттықтап, басты құндылығымыз тәуелсіздік пен бейбітшіліктен айырылмауды тіледі. Егемен күні алып атқан 16 желтоқсан күні құтты болсын. Осылай енді мәңгілік сыйласып жүре берсін. Еліміз аман сау, тіршілікте бейбітшілік өмір сүре берейік. Тыныш болсын. Ел жұртымыз аман болсын. Ақтөбеліктерді баршасын құттықтаймыз. 16 желтоқсан тәуелсіздік күнімен еліміз тыныш, бірлік болсын, ең бастысы. Және де татулықта өмір сүрейік. Нұрсұлтан Назарбаев ағамыз жасай берсін, әрқашан. Осындай бірлікте тату-тәтті болып жүре берейік. Ақтөбе халқын 24 жылдық егемендік үшін егемендікке жете алмай жүрген елдер де көп. Осы егемендікті сақтайық. Сол үшін құттықтаймын мейрамдарыңызбен. Бүгін мәдениет ошағына жиналғандар 29 жыл бұрын болған оқиғаны да еске түсірді. Желтоқсан туралы суреттер мен бейне көріністер көрсетілді. Азаттық үшін жанын аямаған ұл қыздарымыздың рухына тағзым етті. Қайбір халықтың да тағдырын алып қарайтын болсақ, тәуелсіздік ешкімге де тек аспаннан салбырап түсе қойған жоқ. Ол біздің жастарымыздың өздеріңіз көріп отырған ерен ерлігінің арқасында, ажымас қайратының арқасында келген не. Сонымен қатар шара барысында Қарғалы селолық округінің әкімі Алмас Әлімбаев жергілікті мектеп директорларын және еңбегімен көзге түскен мамандарды алғыс хаттармен марапаттады. Мейірлан Алтынбек, Алексей Оразов, Тәулік.